Yes! Қазір Александр Иванов ресейлік ауырлатет кешірім сұрайтын шығар біздің Ильиннен. Баяғы айтқан сөз үшін мен Ильинді талант деп ойламаймын деп еді. Міне нағыз талант, міне дәлелдеді. Ильиннен асқан дәл қазіргі таңда 94 келі салмақта ешкім жоқ. Дүние жүзінде теңдессіз ауырлатет біздің Ильин. Жарайсың Ильин. Фантастическая победа. А мировой рекорд – это просто феноменальное достижение. Мы говорили, что Илья невероятно силен в толчке. И он это продемонстрировал, установив еще и новый мировой рекорд в сумме двоеборья. Блестящая победа. 5-е золото Казахстана на этой Олимпиаде. И 4 из них принесли тяжелоатлеты. Это феноменальная дружина. Всем привет! Мама, папа, Наташа, Милана! Қазір тыңдайық спортшымызда. Қуанышсызда бірге бөлісейік. Жарайсың, Илья, жарайсың. Қазағымыздың тағы бір берейін асыл ойын тасты. Еліңді сүйсең, ерлік істейсің деген елін шын сүйетін Илья Ильин тағы бір мәрте ерлік жасап. Бұл ерлік енді ешқашан ұмытылмайды, ел есінде мәңгі сақталады. Өйткені ерлік елге мұра, ұрпаққа үлгі. Ильиннің бұл жеңісін қазақ жанкүйерлері, барша қазақстандықтар ешқашан естен шығармасаны, тарихта Илья Ильиннің есімі алтын әріппен жазылады. Әлемдік спорттың тарихында, әлемдік ауыр атлеттердің тарихында десек те қателеспеңіз. Міне бүгін сөз жоқ, Илья Ильин Олимпиадада рекордын жаңартты. Әлемнің рекордын жаңартты. Соны 99 жылдан бері бұзылмай тұрған әлемдік рекордтың қаймағын бұзды. Ендеше Илья Ильин нағыз батыр. Жарайсың, Илья. Казахстан в центре, где проходят соревнования по тяжелой атлетике и где сборная Казахстана на протяжении всего турнира доминирует на тяжелоатлетическом помосте. Александр Ивановта келіп, жеңісімен қолдап жүрген спортшыны тек қана ресейліктер емес, барша ауыр атлеттер осы сынға түскен бапкерлер біздің спортшымен қуанышын бөлісуде. Ендеше қазір тағы ауыр атлетіміздің қуанышын бірге бөлісейік, тыңдайықшы. Не айтады? Поздравления, обмен мнениями. Илья сказал, что очень сильная конкуренция. Спасибо вам за звонок. Очень приятно. Я люблю вас всех. Всех люблю. Казахстан. Алга, Казахстан. Удачи всем. Украина олимпийский чемпион. Ура! Ура! Жарайсың, сен батырсың, Ильин. Ел басына, еліне, халқына ыстық сәлемін жеткізді.